Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен фрикаделькеден сорпа дайындайтын боламыз. Бұл сорпа өте тез дайындалады, әрі дәмі де өте дәмді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен фаршымызға дәміне қарай тұз, бұрыш және кішкене су қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егерде фарштың майы аз болса, кішкене сұйық май қосуға болады, 1-2 қасық. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін, осылай қолымызға алып, шариктер жасайтын боламыз. Көлемін өзіңіз қалағандай жасауыңызға болады. Мен орташа көлемде жасадым. Бұдан да кішкентай қылып жасауыңызға да болады, немесе үлкен етіп те жасауға болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Барлығын осылай дөңгелетіп шариктер жасап аламыз, яғни фрикаделькаларымызды. Ешқандай жұмыртқаның қосу қажеті жоқ, өзі бірігіп тұрады, сорпаға қосқанда да бытырап кетпейді, дәл осы күйінде шығады барлығы. Міне фрикаделькаларымыздың барлығы осындай болып шығады. Бұл фрикаделькаларды қуырып, екінші тамақпен ұсынсаңыз да болады, гарнирге қасына бірдеме пісіріп, немесе осылай сорпа ретінде де ұсынсаңыз болады. Кептірудің қажеті жоқ. Осылай қайнап тұрған суға барлығын саламыз. Барлық фрикаделькаларымызды салып, тағы да қайнағанын күтеміз. Оттың көлемі орташа баяу отта пісіретін боламыз. Фрикаделькаларымыз қайнағанша картобымызды соломка ретінде турап аламыз. Мен соломка ретінде турадым, сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша тағы да қайталап өтем, турап алуыңызға болады. Бұл сорпа өте тез дайындалады. Етті қайнатқандай ұзақ күтіп жүрмейсіздер. Шамамен 1,5 сағатта дайын болатын сорпа. Осылай қайнағаннан кейін көбіктерін аламыз. Кейін үстіне картобымызды саламыз. Тағы да бір қайнағаннан кейін үстіне вермишель саламыз. Тағы да бір қайнатамыз. Вермишельді салған кезде міндетті түрде сорпамыз қайнап тұру қажет, әйтпесе вермишель жабысып қалады. Және де тағы да бір лайфхак, вермишельді сорпаны ұсынуға 5 минут қалғанда салсаңыз болады. Осылай сорпамыз міне дайын болады. Ыдысымызға құйып, осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Үстіне ас көкті саламыз. Дәмі тіл үйрер өте дәмді сорпа. Ас болсын.